Kengeydi boy kerегim, әттең қолдан келмейді, айды алып берерім. Саған терді төгерім, бар нәрсемді берерім. Оның бәрін аз десең, жан беруге көнерім. Сен аман бол немерем. Ұрлап жатыр күн-түнде, көп күттім мен бұл күнді. Еш нәрсеге қимаймын сенің таза күлкіңді. Саған терді төгерем, бар нәрсемді беререм. Оның бәрін аз десең, жан беруге көнерім. Сен аман бол немерем. Beş yüz adam men restoran, микрофонымды беріш маған. Сіздердей халық барда, ойымда шабыт барда, қалайша тойда кеш қалам. Той тойла халқым, той тойла, қуанып шаттан пай-пайла. Шаршаған басылмай ма, билеп қал осындайда, ысқырып бейлі айқайла. Той тойла халқым, той тойла, қуанып шаттан пай-пайла. Шаршаған басылмай ма, билеп қал осындайда, ысқырып бейлі айқайла. Рахмет. Ассалаумағалейкум, қадірлі ағалар, жеңгелер, туыстар, бауырлар, ауылдастар, дос құрбы, жиналған жамағат, барларыңыз сәлемдерді ағайын. Армысыздар, туғандар, жақсылық жолын қуғандар, бүгін міне думан бар, асабаны тыңдаңдар. Тойдыманға елім ғашық, далам ғашық, бізде келдік ағайын қадам басып, ата салтымен құрметті ағайын, алдымен бір алайықшы амандасып деп жиналған жамағатқа сәлем бердім. Міне бүгін ұлыстың ұлы күні, сізді бізді осында жиып, перзентім бақытты болсын деп жандырын шүберекке түйіп, бар тапқаны столдың үстіне үйіп, тілек айтсын деп алыс жақыннан сізді бізді Жайхун деп аталатын зәулім тойханаға жиып, елдің батасымен керемет үлкен той жасап жатқан Қожамқұл төрт қаралар қауымында құрметті Айтбай ағамыз, Қанығүлде анамыздың 70 жастық мерейтойына қош келдіңіздер ағайын. Ал туыстар, бауырлар, барлықтарыңа салтанатты мереке құтты болсын. Ағамыз бен анамызға үлкен денсаулық тілейміз. Алланың берген жасын жасасын. Бәріңізге осындай той жұғысты болсын. Барлықтарың қош келдіңіздер. Енді тон жағасыз болмайды, ел ағасыз болмайды. Мен ортаға Жасылкүн Бегдулладай ағамызды, Көптөлеуде ағамызды тойхананың төріне, асабаның алаңына шақырайын. Ақсақалдарымыздың әдемі батасымен тойымыздың бастауын бастап алсақ деп жатырмыз. Қане құрметті ағаларым, ортамызда келіңіздер. Ортамызда келіп, осы тойымызды бір ашып беріңіздер, хабарлайын. Тойлар құтты болсын ағалар. Құрметті қонақтар, міне бүгінгі Айтбай достымыздың, Қанығүл қарындасымыздың үлкен бір той екен. Сол той құдайым сол әмі уақыттарында той қыласын. Мына өсіріп атқан ұл қыздар үлкен азамат болсын, өздеріндей Қанығүл менен міне Айтбайдай үлкен бір қожалық болсын, шал болсын дегендей. Мына екеуіңіздің семьяңызға білдіретін бір тілегіміз, құдайым сол міне өсіріп атқан ұл қыздарыңызға мейірім шарапатты болсын. Алла тағала бір мейірімін берсін. Өздеріңіздің семьяңызға мейірім шарапатын берсін. Ағайын туысқандарыңыздың арасында қатынасыңыз күшті болсын. Бүгінгі беріп атқан тойларыңыз айымызға ашық болсын. Мына келіп атқан қонақтарға да рахмет. Сондай бір үлкен бір тілек міне міне жастар отырыпты, сол Айтбайдың жасын беріп, жолын беріп, үлкен бір ата болып, шал болып
өздеріңізге сондай бір тойлар нәсіп етсін бәріңізге. Аумин. Аллаху акбар. Айтпай жасың құтты болсын, жасына жас қосыла берсін. Міне бүгін дастархан жайып жетушілік беріп жатсын, Құдайым жасың жүзден өтсін. Осы келіп отырған ағайын тумалардың үйінде той болсын, жақсылық болсын, жақсылықтарға нұсқаймыз. Рахмет ағаларым, баталарың тілектерің қабыл болсын. Ал құрметті ағаларым келіп той иелерін тойларымен алқыттықтады. Тілектері қабыл болсын, одан кейін тойымызды ашық деп жариялады. Ағайын тойымыз ашық, дастарханнан алып отырыңыздар, басып, дастарханда 9 емес 90 түрлі тамақ тұр, 8 емес 80 түрлі салат тұр, 7 емес 70 түрлі шарап тұр, 6 емес 60 түрлі арақ тұр. Келген қонақтар осының бәрі өздеріңіздің ғана қарап тұр. Дастарханда бәрі бар, натуральный сок та бар, түрлі водка бар, осының бәрі құйылсын, достар келіп сүйінсін. Құрметті Айтбай ағамыз, Қаныкүлде анамыздың жиғаны мен тергені әрқашан осындай тойға ғана бұйырсын ағайын. Бір ай бұрын осы тойды бастаған кезде 800 адамға списка жаздық деді ағайын. Одан кейін балдармен ойлана келе спискадан сызайық, өзімізге жақын құда жегі жат, өзімізге жақын ағайындармен отырайық деп 800 адамнан списканы сызып 500 адамға түсірдік деді ағайын. Тағы да балдармен, ұл-қыздармен ойлана келе өзіміздің құда жегі жат, жақын деген адамдармен отырайық деп 500 адамнан тағы да списканы сыздық деді ғой ағайын. Списканы сызып 300 адамға түсірдік деді. Айтайын деп жатқаным, қадірлі ағайын, спискадан сызылмай аман қалған сіздер бақытты екенсіздер. Сондықтан өздерімізге шапалақ ұрып қояйықшы ағайын. Спискадан сызылмай аман есен жүре беріңіздер. Сонда айттым ғой, сонда кімді шақырайын деп ас десем, Айтбай ағам айтып жатыр да, сол береді ау деген адамдарды шақырып жатырмын деп. Енді құрметті Айтбай ағамның, Қаныкүл апамның айтамын десе, шақырамын десе, ағайыны да, досы да, бауырлары да, құда жегі жаты да аз емес. Соның ішінен аралап сіздерге айтып отыр екен. Сондықтан біреудің бақытын бағалаған адамға Алланың бақыты қона деген, біреудің қуанышынан қуанған адамға Алланың құты қона деген. Барлықтарыңызға Алланың бақыты мен Алланың құты қонсын. Барлықтарың тағы бір рет осы тойға қош келдіңіздер. Енді қадірлі ағайын, мен ортаға әулеттің үлкендерін бір шақырып алайын. Жас үлкен ағаларымды, аталар, әжелер, әулеттің үлкендері деп хабарлайын. Маған списке берген жоқ, менің атымды атап шақырмады деп, мен алыстан соқпесын. Барлық әулеттің үлкендері, сіздердің баталарыңмен тойымның бастауын бастайық, хабарлаймыз. Жас үлкен ағалар, апалар, барлық әулеттің үлкендері. Айтбай ағамның інілері бар, келіндері бар. Әулеттің үлкендері, келе қойыңыздар, хабарлаймыз. Асығыс қылмай, первый, второй тамақтарымыздан алып ішіп жеп отырайық. Біздің халық өзі ас ішкенде бір тыныш отырып, ас ішкенде жақсы көретін халықпыз ғой. Орыс халқы ас ішіп болғаннан кейін тихий час деп 15 минут ұйықтап алады екен ғой ағайын. Біздің халық тамақ ішіп болғаннан кейін тағы да тамақ ішкісі келіп тұрады екен да. Сондықтан асығысты қылмайық, асығыста туылған баланың аты абыр сабыр болады деп жатады ағайын. Ал енді сондықтан қазір мен ортаға төрт көзің түгел тұрғанда Айтбай ағамның інілері бар, келіндері бар, әулеттің үлкендерінде хабарлап жіберейін. Келіңіздер. Барлық әулеттің үлкендері тез тілекке келіп отырайық, ағалар, апалар, хабарлаймыз. Әулеттің үлкендері, ата әжелер, аға жеңгелер, келіңіздер. Хабарлап қойға, естіпей жатса хабарлап айтамыз барып. Біз бәр затты бойсындырсақ та, уақытты бойсындыра алмайды екенбіз. Уақыт деген бір құдайдікі, мына тойхана бір байдікі, уақыт бітсе, уақыт бітті деп шығады қазір. Сондықтан уақытты бағалап, тілек кезінде тез-тезге келіп, би кезінде әдемілеп, билеп, бір көңілді өтірейік осы тойды. Асығысты қылмаймыз, біраздан мына приз ойындарымызды бар екен. Барлығын орын-орынмен өткеріп алсақ ағайын. Әулеттің үлкендері келе ме? Ортамызға жайғассын. Қалың орман болып, биік қорған болып, қорғаныңызды ешкім бұза алмасын, орманыңызға от тимесін. Жас үлкендеріміздің сапы бұдан да көп болсын. Мына жаққа келе қойық, апа. Әулеттің үлкендері, хабарлайын. Айтбай аға, Қаныкүл апа, сіздер сол жақта тұра беріңіздер. Ана жерде отырсаңыз да болады. Сіздерді мына жаққа, ана жаққа шақырып мазаламайын, шаршап қалмаңыздар. Тілек айтатын ақсақалдар мына жаққа апаларыммен. Тілек айтатын апа, аға, мына жаққа келесіздер.
Қане, әулеттің үлкендері, ағаларым, апаларым, хабарлайық, келіңіздер. Азат аға, Мұхит аға, Әдис құда, ана Аллам берген күйеу дейді. Иә, ақсақалдар, әулеттің үлкендері, біз мына құдасын құдайындай сыйлайтын халықпыз. Мына құдалардың ішінде жас үлкендеріміз бар деп жатыр. Келе қойыңыздар, хабарлаймыз. Ортамызға келіп, бір жақсы тілек айтып берсеңіздер. Ал құтты болсын, 70 жастық тойыңыз, іске ассын арман тілегі ойыңыз, тойларға оласып кете берсін тойыңыз. Ал салтанатты мерекемен құттықтап, тілекті ағамнан бастайын. Тойлар оң болсын аға, келіңіз. Келіңіз. Айтпа елен, өмір жасың ұзақ болсын. Жасыға жас болсын. Құрсағыма құрсаған. Өмір жасың ұзақ болсын. Жасың құтылы болсын. Ассалаумағалейкум. Тойшы қауым баршаңызға алғыдеке тойыңыз құтты болсын, тойларың тойғыласын, Құдайдың берген жасын жасап, ұл-қыздарыңның немере шөберелеріңіздің қызығын көріп жүре беріңіздер. Ал баршаңызға жақсылық, бәріңіз аман болыңыздар, жақсы күн той мерекеде көрісейік. Міне құрметті Айтбай аға, Қанығүл жеңге тойларың тойғыласын. Құдайым сол шыққан тауыңыз биік болсын. Жасыңа жас қосылсын. Алланың берген жасын жасай бер. Мына кішкентайлардың қызығын көріп, әммеміз соның бір мүйішінде отырайық. Ақтық, шаулық, небере, шөбере, шөпшекке дейін сүйіп, соның қызығында бат жүрі берейік. Алды ағам 70-ге шығып атқан Құдайдың берген жасын жасасын, сол ұл қыздардың қызығын көрсін. Немере шөбере қызығын көрсін. Сол алдымызда сол ойнап күліп жүре берсін. Мына бүгінгі ағамның жылдығы құтты болсын. Аға жеңше, жастарыңа жас қосылып, мына бала шағалардың алдында аман сау жүре бер. Мына беріп атқан 70 жылдығыңам құтты болсын. Құтты болсын. Жақсы, міне құрметті қонақтар, мына бауырымның 70-ке шыққан юбилейі. Жасыңыз өзіңізге құтты болсын, жасыңызға жас қосылсын. Мына өмірлік жолдас жеңгемменен өсіріп атқан немерлерінің бәрін қызықтарын көргейсіздер, көргеніңіз той болсын, аман есен жүре беріңіздер, бәрін сау бол. Ассаламағалейкум, ағайын туғалар, бауырлар, дайым тойлар оң болсын қайным, 70 жылдық. Қанығүл менен Қосақ аға теңдей қартайып, ұл-қызларыңыздың